Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін химия пәнінен екінші сабағымызды бастаймыз. Бізде таза заттар және қоспалар тақырыбының астындағы біліміңді тексер тапсырмаларын орындайтын боламыз бірге. Бірінші тапсырма: қоспа деген не? Әртүрлі агрегаттық күйдегі табиғи қоспаларға мысал келтіріп, оның құрамындағы заттарды ата. Қоспа екі немесе одан да көп заттардан тұрады. Мысалға, ауа әртүрлі газдардан тұрады. Олар оттек, азот, көмірқышқыл газы, инертті газдар, су, сұйық. Ол оттек пен сутек қоспаларынан тұрады. Кальций СО3, әк тас, қатты. Ол кальций, көміртегі, оттегі қоспасынан тұрады. Екінші тапсырма: таза заттар мен қоспаларды бөліп жаз. Тіс пастасы, лимон шырыны, парафин, дистилденген су, сынап, болат, қант, топырақ, күкірт, иод тұндырмасы, мұз. Ал енді жауабына келейік. Таза заттар: дистилденген су, сынап, күкірт. Ал қоспаларға тіс пастасы, лимон шырыны, парафин, болат, қант, топырақ, иод тұндырмасы, мұз жатады екен. Үшінші тапсырма: біртекті және әртекті қоспаларды бөліп жаз. Тұман, топырақ, газдалған су, түтін, сүт, гранит, қола, бұлақ суы, тіс пастасы, теңіз суы, 580 санамалы алтын. Әр қоспа үшін заттың агрегаттық күйін көрсет. Бұл жерде біртекті және әртекті қоспаларды бөліп жазамыз. Біртекті қоспалар: тұман, топырақ, сүт, гранит, қола, бұлақ суы, теңіз суы, алтын. Әртекті қоспаларға газдалған су, түтін, тіс пастасы жатады екен. Енді үшінші тапсырманы орындап біттік балдар. Ары қарай төртінші тапсырма: ғарыш станциясында сүзу арқылы қоспаны бөлуге болады ма? Әрине, жауабы жоқ. Ары қарай бесінші тапсырма: төмендегі тапсырмалардың астында бізде балдар жауаптар тұр. Соған мән беріп қараймыз. Гомогенді немесе гетерогенді ауа деп қандай ауаны атайды? Таза ауаға біз азот, оттек, көмірқышқыл газы, асыл заттар және су буларынан тұратын гомогенді қоспаларды жатқызады екенбіз. Келесі: шаңды ауа. Ол газдардың ішінде қатты заттардың ұсақ бөлшектері таралған гетерогенді қоспа. Алтыншы тапсырманы жазайық. Қоспаны бөлудің негізгі әдістерін ата. Оны балдар сендер параграфте де оқып кеттіңдер. Бұл жерде тұндыру, сүзу, буландыру және айдау. Жетінші тапсырма: шаң сорғыштың шаңды ауаны сорып, оны тазартуы қай әдіспен жүзеге асады? Әрине, ол бізде жауабы айдау әдісі арқылы жүзеге асады. Сегізінші тапсырма: ас тұзы мен тіс тазартатын ұнтақты, бензин мен суды және спирт пен суды қалай бөлуге болады? Бұның жауабы сүзу, тұндыру, айдау әдістері арқылы бөлуге болады. Мінекей балдар, осы каналға тіркеліп, каналды жоғалтып алмас үшін колокольчикті басып, көптеген тапсырмаларды алып орындап отыруларыңа болады.